сөздердің қайсысы заман өзгергендікпен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оғанда ынтымақтастыққа алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді. Сөз. Қырқын мінсе, қыр артылмайтұғын. Осы бір қыртмақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ. Не адамдығы жоқ, не ақылдылығы жоқ. Арлылығы және жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой тәңір-ай, қой шәрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүріп пе? Мен онан сауын сұрап отырмын ба деп, бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Ой, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайтұғын кісі көп қой.